1, 2, 3. Құрметті көрермендер, эфирде мен Алижан. Менің отбасым бар. Әкем, өзім, әпкем, анам. Бірінші әкемнен бастайын. Әкем жұмысшы. Ол жұмыс істейді. Оның жұмысшылары агентте. Енді өзімді айтам. Мен 2-ші сыныппын. Өзім математикадан 5-пін, қазақ тілінен 5-пін, барлық сабақтан 5-пін. Енді әпкемді айтам. Әпкем 4-ші сынып. 4-шінің Л сыныбы. Медиа мектепке қатысады. Ал анам өзі аспазшы. Бар түрлі тамақ дайындай алады. Сәлем достар, бізге бүгін әлеуметтік желінің пайдасы және пайдасызы туралы айтамыз. Кейбір әлеуметтік жерлерінде просто развлеченияға істеген, кейбіреулері пайдалы. Мысалы, инстаграмда кейбіреулері қолдан істеген және де басқа заттарды көрсетеді. То есть суретін көрсетеді. Бірақ оны қалай істегенін олар айтпайды. Алай тиктокта ол просто развлеченияға істеген зат. Ода пайдасы ода аз, қызықтығы көбірек. WhatsApp и ВК-ларды алсақ, онда соцсетиларды. Оларда адам танысады и және пайдалы. Сонымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Сау болыңдар достар. Әлеуметтік желілер туралы қызықты да көптеген фактілер және олардың адам көп өміріндегі орны. Әр 20 минут сайын Фейсбукте 1 миллион сілте таралады. Әр сағат сайын Фейсбукте 4-5 миллион адам қандай да бір іс-шараға шақыруы алады. Әр минут сайын Фейсбукте 100 мың адам дос болып қабылданады. Әр секунд сайын 8 адам қандай да бір әлеуметтік желілер тіркеледі.